Ассаламу алейкум достар. Мен осы рилсті жазайын деп шешім қабылдадым. Өйткені көбесек болып жатыр дейді Қазақстанда. Звондап жатыр, жазып жатыр. Ана мен сторис салып едім ғой. Алдыңғы терезеге оқ тиген. Содан қорқып қашып кеттің бе дейді. Жоқ, бұл жоспарлаған демалыс. Жұмыс сапары, мен жұмыспен жүрмін, отбасыммен. 2 ай бұрын жоспарлап, бәрін сатып алып қойғанбыз, сол үшін келдік. Мен ешқашан қашпаймын. Аллаға шүкір, өз жеріме қайтам, 24-інде қайтам. Нақты сұрақтар, нақты адамдарға бар. Жауаптар болмаса, шекелеріне шегелейтіндей жағдай болып тұр. Сол үшін, ассаламу алейкум. Бас ешкімнен қорықпайды жігіттер.